Қазақстанда соңғы 10 жылда денсаулық сақтау саласының тиімділігі 2 есеге өсті. Сондай-ақ еліміз қысқа мерзімде өмір сүру ұзақтығының артуы бойынша жақсы көрсеткіштерге жетті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, бұл нәтижелер тіпті кейбір Еуропа елдеріне қарағанда жоғары. Халықаралық сала мамандары Қазақстан медициналық санитарлық алғашқы көмекті дамытуда да жаһандық көшбасшылардың біріне айналып келетінін айтады. In Almaty, there's a WHO. Алматы қаласында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының медициналық санитариялық алғашқы көмекті дамытуға бағытталған еуропалық орталығы орналасқан. Ол осы сала мамандарына алғашқы медициналық санитарлық көмектің қалай жүзеге асырылатынын көрсететін бірегей оқу орталығы болып табылады. Мен бұл танымдық алаңға біліктілігін арттырып, шеберлік алмасу мақсатында келдім. Орталық Азия елдерінен бірқатар делегация келгенін білемін. Менің ойымша, осы орталық пен Қазақстанның бұл тың тәжірибесін өңірдің басқа да елдеріне таратуға үлкен септігі тиіп жатыр. Further expand that experience to other countries in the region to do the same. Жақында Қазақстан мен Франция денсаулық сақтау саласы бойынша өзара ынтымақтастық меморандумын жасауға ниетті. Біздің әріптестің өңірлердегі шалғай елді мекендерге алғашқы медициналық көмектің қолжетімділігі негізінде құрылмақ. Қазақстан өте үлкен ел. Дей тұра осы салада үлкен жетістіктерге жетті. Бізге елде осы салада ендіріліп жатқан жаңа технологиялар қызықты. Сондай-ақ жергілікті ауруханаларды дамытуға қатысты жаңа пилоттық жобалармен жақын танысқымыз келеді. Сондықтан осы бағытта тығыз әріптестік орнатуға ниеттіміз.